2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу. 68 бөлу 17. 17 2 таңбалы сан. Демек, бөлінгіштің 2 таңбалы санын аламыз. Бұл жағдайда 68. Яғни 1 таңбалы сан шығады. Ал енді ойланамыз. Қай санды 7-ге көбейткенде соңы 8 болады? Ол үшін 7-нің көбейту кестесін еске түсіру керек. 7 бірім 7, 7 екім 14, 7 үшім 21, 7 төртім 28. Демек, міне 28-дің бірлігі 8. Сондықтан 4-тен алып көреміз. Ал енді қызылмен көрсетем. 4-ті бірінші бірлікке көбейтеміз. 4 жетім 28. 8-ін жазам, 2-сі ойда. Енді 4-ті 10-дыққа көбейтем. 4 бірім 4, ойдағы мен 6. Азайтамын 0. Дәл солай келесін шығарайық. 92 бөлу 23. 2 таңбалы сан, сондықтан 2 санына қараймыз. 92-ні 23-ке бөлеміз. Қай санды 3-ке көбейтсек, соңы 2 болады. Көбейту кестесін еске түсірейік. 3 көбейту 1, 3, 3 көбейту 2, 6, 3 көбейту 3, 9, 3 көбейту 4, 12. Міне, мына 12-нің бірлігі 2 болып тұр. Демек, 4-тен беріп көрейік. Ал қызылмен көрсетем. 4-ті бірінші бірлікке көбейтеміз. 4 үшім 12, 2-сін жазамыз, 1 ойда. Енді 4-ті 2-ке көбейтеміз. 4 екім 8, ойдағы мен 9, азайтамыз 0. Демек, 4 шықты. Енді ауызша 78 бөлу 26. 70-тің ішінде 20 неше рет бар? 3 рет бар. Және де 3-ті біз 6-ға көбейткенде соңы 8 болады. 3 6-ым 18, 8-ін жазамыз, 1 ойда. 3 2-ім 6, ойдағы мен 7. Демек, 78 шықты. Немесе осының қасына 26 көбейту 3 деп тексеріп аламыз. Сонда 78. 65 бөлу 13. 60-тың ішінде 10 қанша рет? 6 рет. Бірақ 6-ны біз 3-ке көбейтсек, соңы 5 болмайды. Демек, 6-дан кіші 5 деген санды аламыз. 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 5-ін жазамыз, 1 ойда. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, ойдағы мен 6. Сонда 65 шықты. Немесе 13 көбейту 5 деп баған түрінде көбейтсек болады. 5. Тең 65. Ал енді мынандай жағдай кездесуі мүмкін. Мысалы, 90 бөлу 15. 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу. Қай санды 5-ке көбейтсек, 0-мен аяқталады. Өте көп, е? 2-ні көбейтсек, 4-ті көбейтсек, 6-ны көбейтсек, 8-ді, 10-ды, енді бұлардың қайсы екенін қалай білеміз? Мына 90-ның ішінде 10 қанша рет? 10 9 рет бар. Бірақ 9-дан ала алмаймыз. Себебі оның қасында мына көбейтетін 5-іміз бар. Сондықтан 9-дан кіші санның біреуін аламыз. 8-ді алып көрейік. 8-ді алсақ, 8-ді 10-ға көбейтсек 80, 8-ді 5-ке көбейтсек 40. 80-ге 40-ті көбейтсек 120, яғни 90-нан асып кетеді. Демек, 6-дан аламыз. Ал, ендеше 6-дан алып көбейтейік. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 0-ін жазамыз, 3 ойда. 6-ны 1-ге көбейтсек 6, ойдағы мен 9. Азайтамыз 0. Сонда 6 шықты. Тексеруі бөлгішті
мына бөліндінің мәніне көбейтсек, бөлінгіш шығу керек. Демек 90 шығу керек. 15-ті 6-ға көбейтсек, жіктеп көбейте салайық ауызша. 10-ды 6-ға көбейтсек 60, 5-ті 6-ға көбейтсек 30, 60-қа 30-ды қоссақ 90. Міне, осындай бөлу. Егер түсінікті болса, лайк басуды ұмытпа.